Қайырлы күн, достар. Бүгін біз өте дәмді әрі оңай жасалатын галета пирогын дайындаймыз. Ең алдымен қамырымызды дайындап алайық. Ұн, қант және сары майымызды ұнтақтап, оның үстіне өте салқын 5 ас қасық суық су құямыз да қамыр илеп тоңазытқышқа жібереміз. Одан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына кез келген жемістер қолдансаңыздар болады. Мен қатырылған малина мен смородинаны қолдандым. Көрсетілгендей малина мен смородинаны араластырып, қант қосып дайындап қоямыз. Енді салмамыз ағып кетпес үшін оның астына крахмал мен және қант қосылған смесімізді дайындап қоямыз. Қамырымызды жайып, жаңағы дайындалған смесімізді қамырдың үстіне жайғастырамыз. Толықтай жақсылап жайғастырып, үстіне салмасын саласыздар. Салмасын кез келген жеміс-жидектерден жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей, салмамызды толықтай дайындап қойғаннан кейін қамырымыздың шет-шетін осылай қайырамыз. Жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Дайындап көріңіздер, өте жылдам әрі дәмді дайындалатын пирогтардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.